Не деген сұмдық бұл? Өкіметті хотя бы халыққа көмектесе ма десек, наоборот істейді бәрін. Бәрін керісінше істейді. Неге ондайсыздар сіздер? Не болды? Не жетпейді бұл өмірде сіздерге? Не жетпейді? Мына 5-ақ күндік мына өмірде өздеріңіздің міндеттеріңізді орындай алмасаңыздар, не істеп жүрсіздер? Мына өкіметтегі адамдар барлығыңыз орындарыңызды босатқандарыңызды қалаймыз біз. Барлығыңыз кетіңіздерші, өңкей жемқорлар. Өңкей өздеріңіз ойлап қалған сүмелектер сіздер. Вот беттеріңізге келіп айтылмақ келеді, кездеспейсіздер. Сіздер біз жүрген жерде жүрмейсіздер. Біреу бір нәрсе десе болды, соттайсыздар. Қолдарыңыздан келетін сол. Қарапайым адам бір нәрсе ұрласа, ұру деп айтылады. Ал өкімет бір нәрсе ұрласа, конфискация деп айтылады. Адам бір нәрсені, жай адам біреуді өлтірсе, ол жауыз, ол өлтірді деп айтады. Ал өкімет өлтірсе, задержание терроризма деп, операция деп өтірік оттайсыңдар. Неге ондайсыңдар сендер? Қарапайым адам біреуден ақша албаса, вымогательство деп соттайсыңдар. Ал өкімет біреуден ақша албаса, конфискация дейсіздер. Неге? Неге ондайсыздар сіздер? Неге мына заңды өздеріңізге қарай ыңғайлығып жасайсыздар сіздер? Неге халыққа ыңғайлығымайсыздар сіздер? Мына штрафтың бәрін көзін құртыңыздар. Мына штрафтың бәрін құртыңыздар. Мына соңы жақсылыққа апармайды. Мына салық, қарапайым, мына кішігірім, мына шағын бизнестерде нелеріңіз бар? Аталарыңыздың құны бар ма? Мына жай переводтар нелеріңіз бар? Сонда мына қара халықтың қалтасына кіргендер болып тұрсыздар ғой сонда сіздер. Перевод ол жай перевод қой.